Алтыншы сабақ жалған монетаны анықтау есептері. Бірінші тапсырма. Бірдей 30 монетаның біреуі басқаларынан біршама жеңілдеу табақшалар таразының көмегімен ең аз дегенде қанша рет өлшеп жалған монетаны анықтауға болады дейді. Демек бізде 30 монета бар. 30 монетаның біреуі жалған. Демек бұл есепті былай шығарайық. 30-ды дәл ортасынан 15-15-тен бөліп алайық. Демек 15 және 15 қылып бір-бірімен салыстырамыз. Табақшалы таразға саламыз. Міндетті түрде бір жағы ауыр, бір жағы жеңіл болады. Сол жағы ауыр болсын. Демек жалған монета мына жақта деген сөз. Енді 15-ті дәл осы сияқты екі топқа бөлеміз. Бірақ 15 деген санымыз бізде екі топқа бөлмейді. Сондықтан оны 7-7-тен бөліп алатын боламыз. Және бір монетаны сыртқа қалдырып қоямыз. 7 мен 7-ні салыстырамыз. 7 мен 7 теңесіп қалатын болса, жалған монета мынау деген сөз. Ал егер олар теңеспеген жағдайда, яғни бір жағы ауыр болса, жалған монета әлі мынаның ішінде деген сөз. Енді қайтадан 7 деген санды да жаңағындай екі топқа бөлем. Яғни 3-3-тен бөлеміз. 3 қылып бөлетін болсақ, 6 бір монетаны сыртқа қойып қоямыз. Бұл екеуін салыстырамыз. Дәл сондай теңесетін болса, жалған монета мынау, теңеспеген жағдайда әлі де мынаның құрамында деп айтылады. 3 монетаны тағы да бөлеміз. Бір-бірден бөлеміз. 1, үшіншісі мынаға қоямыз. Егер мына екеуі теңесетін болса, жалған монета мынау болады. Егер де мынау үлкен ауыр болып кететін болса, онда мынау жеңіл болады. Дағы біздің жалған монетамыз мынау тұрған сан болып қалады. Демек есептің жауабы бізде қанша тәсілмен шықты? Бір рет таразыға тарттық, 2 рет тарттым, 3-ші рет тарттым және 4-ші рет тарттым. Яғни жауабы 4 рет табақшалы таразыға салу арқылы біз жалған монетаны анықтай аламыз. Келесі 5 монета бар. Оның үшеуі нағыз, біреуі жалған. Бір жалған, жоқ бітеді. 5 монета бар, оның үшеуі нағыз, бір жалған монетаның салмағы жеңіл, ал екінші жалған монетаның салмағы ауыр дейді. Яғни екеуі бізде жалған болып тұр ғой. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші деп айтайық. Осы бесеудің үшеуі шынайы екенді, екеуі жалған екен. Бірақ бір жалған басқасынан ауыр, ал біреуі басқаларынан жеңілдеу екен. Біз не істейміз? Біз осылардың ішіндегі кез келген бір монетаны аламыз. Бір монетаны алайық, мысалы 1-ді, 2-ді, 3-ті немесе 4-ті өзіміз білеміз, қайсысын алсақ та. Кез келген біреуін алайық, мысалы 1-ді алайық. Демек 1-ді аламын да 2-мен салыстырамын. 1-ді 2-мен салыстырып көреміз. Енді бұл жерде былай алу керек болып тұр. Мен алғанымды шынайы деп айтып көрейін, Мынау 1 дегенді шынайы монета деп айтып көрейін. Шынайы монета болатын болса, онда олардың кез келген екеуімен теңеседі дағы, біреуінен ауыр болады, біреуінен жеңіл болады. Яғни, мына мен теңесті деп айтайық. Біріміз 3-пен де теңесті деп атайық. Онда 1 4-пен теңесе алмай қалады, яғни бұның біреуінен ауыр дедік қой. Яғни 4-тен ауыр болсын да, ал 5-тен жеңіл болып қалсын. Демек, 4-тен ауыр болып кететін болса, онда ол шынайы емес монета мынау деген сөз, және шынайы емес монета мынау деген сөз. Себебі 1 4-тен ауыр болып кетсе, демек мынау ең жеңілі деген сөз. Егер 1 5-тен жеңіл болып қалатын болса, онда ең ауыр мынау дейтініміз да, біз 4 пен 5-тің жалған екенін біліп қоямыз. Бұл жолы біз мынау тұрған бірінші монетамызды, бір монетамызды шынайы деп есептеген жағдайда. Ал біз оның шынайы екенін негізінде көзіміз жетпейді ғой. Сол себептен біз бұл 1-ді жалған деп тағы да қарастырайық. Бірақ жалғанның бізде екі түрі бар, Біреуі ауыр, екіншісі жеңіл. Жалғанның ауыры деп есептеп көрейік. Егер жалғанның ауыры болатын болса, онда ол барлығынан не болады? Ауыр болады. Яғни ол 2-ден де ауыр болады. 1-дің ауыр жалғаны ол 3-тен де ауыр болады. Біріміз ол 4-тен де ауыр болады, және біріміз 5-тен де ауыр болып кетеді. Егер сіз алған жағдайда 1 дегенде мыналардың барлығынан ауыр болып кетсе, сен онда оның 1-ден жалған екенін біліп қоясың. Яғни, оның тағы бір жағдайы ол 1 жеңіл болған жағдайда. Жеңіл жалған монета болатын болса, онда ол барлығынан не болып қалады бізде? Кіші болып қалады. Яғни 4-тен де кіші, 5-тен де кіші болады. Яғни бір жеңіліміз барлығынан кіші деген сөз. Яғни, осындай жағдай болып қалса, сен 1-ден анықтай аласың. Және мынандай жағдайда да біз оны анықтай аламыз. Ал енді шынайы монета, қолыңа алған шынайы монета болған жағдайда да біз оны 4 рет есептеп анықтап алады екенбіз.